Иә, адам баласына да перезагрузка қажет. Телефон секілді кейде адамда қатып қалады. Ешбір сезім, ешқандай орта, тіпті жұмыста қызық болмайды. Энергияның жетіспеушілігі барлық нәрсеге әсер етеді. Мысалы, реніш, ашушаңдық, үнемі шаршау, ұйқышылдық. Осы кезде білесіз бе, адам өз-өзімен болып перезагрузка жасағаны дұрыс. Ол дегеніміз жаңа өз-өзіңізді қалыптастыру. Мысалы, ойланыңыз, есеп беріңіз, жаңа мақсат қойыңыз, адамдармен байланысты түзеңіз, физикалық энергияңызды толықтырыңыз. Мысалы, табиғатта кемінде 2 сағат серуендеу. Және соңғысы, медитация жасаңыз. Достар, бүгінгі айтылған ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Күндеріңіз сәтті өтсін, сау болыңыздар.